Баршаңызға сәлем. Біз сіздермен салма салынған ерекше нан әрі ыстық тағам ретінде ұсынылатын дәмді рецепті бірге жасайтын боламыз. Бізге ол үшін қажетті құрамдарды көрсетіп өтейін. Ең бірінші кезекте ұн қажет болады, жұмыртқа, тұз, сұйық май, шекер, яғни қант, ашытқы, яғни дрожж, және сүт қажет болады. Сүтті мен қазір жылытып алдым. 37-40 градус. Осындай термометрдің көмегімен, не болмаса қолдарыңызбен саусақтарыңызды батырып, температурасын шым-шым жылы етіп аласыздар. Ал сонымен бастаймыз. Ұнымызға сүтті құямыз. Жұмыртқа, тұз, шекер, ашытқы, сұйық май. Барлық қоспаларды құйып алдық. Енді қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді бетін жауып, бір 10 минутқа қалдырамыз. Ол уақытта біз салмасын турап дайындаймыз. Ал мінекей салмамызды турап дайындап алдық. Қамырымыз тындырылды. Енді нанымызды жасауға көшеміз. Аздап үстел үстіне ұн сеуіп аламыз. Қамырды міне шамамен осындай қалыңдықта жайып аламыз. Ұн көп болып кетсе, ұнды кішкене бетінен қағамыз. Одан кейін салмамызды шамамен міне осындай. Салмамызды шамамен осылай аламыз да, дәл ортасына саламыз. Енді нанымызды жинаймыз. Бұлай ұстаймыз. Нанымызды осылай жайып алдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалған салмамызды бетіне себеміз.
Пешім қызып тұр. 180 градус қызған пеште 20-25 минут пісіреміз. Ал пешке саламыз. Бүгінгі салма салынған рецепт осымен дайын. Достар, міндетті түрде арнаға жазылып, хабарландыру қосып қоюды ұмытпаңыздар. Егер сіздерге рецепт, видео ұнаса, лүпіл басып, төменге пікір қалдырыңыздар. Рецепт дайын, жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.